Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз асқабақ пен қызылша қосылған осындай өте әдемі және өте пайдалы салат әзірлейміз. Бұл салат дәрумендерге өте бай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Асқабақты осы видеодағыдай тураймыз. Фольга төселген противенге асқабақты салып, шамалы тұздаймыз. Сұйық май құямыз. Сосын қолмен жақсылап араластырамыз. Бетін фольгамен жабамыз. Енді духовкада 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Асқабақтың пісуіне 5 минут қалғанда мен осылай асқабақтың дәндерін духовкаға салып қуырып аламын. Асқабақтың бетіндегі фольганы ашып, тағы да 5 минут пісіреміз. Піскен қызылшамызды 4 бұрыштап тураймыз. Енді руколамызға соус әзірлейміз. Шамалы зәйтүн майын құямыз. Тұз қосамыз. Қара бұрыш. Барлығын жақсылап араластырамыз. 2 шай қасық лимон шырынын қосамыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Руколамызға қыша дәндерін қосамыз. Соусымызды құйып, барлығын жақсылап қолмен араластырамыз. Руколаны тарелкаға саламыз. Жан-жағына әдемілеп қызылшаны қойып шығамыз. Енді асқабақты әдемілеп қойып шығамыз. Салатымыздың үстіне сүзбелі ірімшіктен осылай қолмен шағын домалақтарды жасап әдемілеп қоямыз. Салатымыздың үстіне қуырылған асқабақ дәндерін себеміз. Мінеки достар, біздің асқабақ пен қызылша қосылған салатымыз дайын болды. Осындай салат кез келген мерекелік дастарханның көркін ашады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.